Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әйкерім. Мен Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің шығыстану факультетінің оқытушысымын. Қазіргі кезде оқу студенттерге қашықтық технологиялары арқылы жүзеге асырылуда. Қашықтықтан оқу студенттерге өз бетімен оқуға және де оқытушы ұсынған интерактивті тапсырмаларды орындау арқылы жүзеге асырылады. Одан бөлек студенттер бекітілген кесте бойынша онлайн сабақтарына қатысып отыруы тиіс. Студенттердің міндеті уақытылы онлайн сабақтарына қатысу, одан кейін Moodle платформасына жүктелінген күнделікті тапсырмаларын орындап отыру. Әрбір студенттің өзінің логин және паролі бар. Ол арқылы студент өзінің жеке парақшасына кіре алады. Онда осы семестрде өтетін сабақтар тізімі және сабақ кестесі бар. Әрбір сабақтың өзінің парақшасы бар. Парақшасының ішінде пәннің силабусы, сөзге арналған тапсырмалар және де күнделікті оқытушының қалдырған тапсырмалары бар. Бұл тапсырмаларды бекітілген уақытқа дейін студенттер орындап платформаға жүктеуі тиіс. Төмен жағында студенттер электронды оқулықтарды көре алады. Күнделікті онлайн сабақтар Zoom бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қытай тілі сабағы барысында қолданылатын қашықтық технологиялармен таныстыру. Мен күнделікті сабағымда екі бағдарламаны қолданамын. Ол ең бірінші Zhongguo Huawэн Jiaoyu Wang, екіншісі Changcheng Hanyu. Бұл екі бағдарламаның да сілтемелерін сіздер видеоның төмен жағынан көре аласыздар. Ең бірінші айтып кететін жайт, бұл бағдарламаларды сіздер Chrome, Firefox браузерлары арқылы аша алмайсыздар. Бұны тек Microsoft Edge, не болмаса Қытайдың басқа да браузерлары арқылы, Sogou, Lulanchi сияқты браузерлары арқылы аша аласыздар. Екі бағдарламаны да сіздер ақысыз, тегін түрде қолдана аласыздар. Ең бірінші біз Zhongguo Huawэн Jiaoyu Wangға тоқтайық. Бұл платформаның ерекшелігі A1 деңгейінен S1 деңгейіне дейін жүйелі түрде үйретеді. Және де өзіндік Zhongwen Jiaocai和Hanyu Jiaocai деген Jinan Daxue баспасынан шыққан 12 томдық оқулығы және де жаттығу дәптері бар. Оларды сіздер тегін түрде бұл сайттың ішінен жүктей аласыздар және де қолдана аласыздар. Мысалға, мен бірінші курс үшін қазір 5-ші кітабын қолданып жатырмын. Бұл жерден 5-ші кітапты мен жүктеп алдым. Жүктеп алдым. Оның екінші сабағын қазір өтудемін. Мама Синфуда Шаулы. Одан кейін біз кітапты жүктеп алғаннан кейін біз бұл кітаптың интерактивті парақшасына келеміз. Интерактивті парақшасын сіздер осы жерден аша аласыздар. Айта кетерлігі, бұл кітап Zhongwen和Hanyu Jiaocai деп екіге бөлінеді. Zhongwenнің ішінде көбіне Қытайдың иероглифтарына және де Қытайдың мәдениетіне арналған мәтіндер. Ал Hanyu Jiaocai көбіне грамматика, иероглиф, сөздермен жұмысқа арналған. Мен көбіне сабақта Hanyu Jiaocaiді қолданамын және де осының интерактивті парақшасын. Ендігі парақшаның ішіне кіреміз. Парақшаның ішінде біз екінші сабаққа кейіне екінші сабақта ашамыз. Бұның ішінде сіздер бірнеше бөлімді көре аласыздар. Мысалы, сөйлемдермен жұмыс, мәтінмен жұмыс, сөзбен жұмыс, диалог, білімін ұлғайту және де мында жаттығулар. Мәтінге келмей тұрып, біз ең алдымен сөздермен жұмыс жасаймыз. Бұнда жаңа сөздер берілген. Жаңа сөздерді өткен кезде біз оқытушылар студент сөздерді тез меңгеру үшін сөйлемдер береміз. Бұл платформаның өте жақсы жері, дайын сөйлемдер берілген. Мұнда сіздер сөздің оқылуымен және де екі сөйлемді көре аласыздар. Жанында
дыбыстау белгісі бар. Бұл дыбыстау белгісін бассаңыздар, бұл сөйлемнің дыбысталуын ести аласыздар. Барлық жаңа сөздермен жұмыс жасап болып, мағынасын түсіндіріп болып, біз мәтінге келеміз. Мәтінді, бұның ішінде студенттер мәтінді тек қана оқып қана қоймай, және де бұның дыбысталуын да ести алады. Дыбысталуын ести студент қытайлардың шынайы өмірде қалай оқитындығын да үйрене алады. Студенттердің тек қана оқу дағдысы емес, одан бөлек есту дағдысы да дами түседі. Мәтінмен жұмыс істеп болғаннан кейін, ендігі біз мазмұнын айту тапсырмасына көшеміз. Студенттерге мазмұнын айту ыңғайлы болу үшін, мұнда сурет және де бұл мәтінге байланысты бірнеше сөйлемдер берілген. Студенттер суретке қарап және де сөйлемдерге қарап мазмұнын жеңіл түрде айтып бере алады. Мәтінмен жұмыс аяқталғаннан кейін біз сөйлемдермен жұмысқа келе аламыз. Не болмаса сөздерді өтіп болып та сөйлемдерге келіп айтып кетсек те болады. Мұнда сөйлемдер берілген және де сөйлемдердің дыбысталуы. Ендігі диалогқа келеміз. Студенттер тек қана мұнда диалогтың оқылуын ғана емес, екі адамның шынайы өмірде қалай қытайлардың сөйлесетінін ести алады. Және де бұндай видео диалогты көрген студенттердің тез меңгеруіне, тез жаттауына өте ыңғайлы. Диалогты тыңдап болып, біз енді диалогпен жұмысқа келеміз. Ол үшін жүйесі хуан деген басамыз. Студенттерге қай кейіпкер ұнаса, сол кейіпкердің рөлін ойнауға болады. Мысалы, мұнда бір кейіпкерді таңдап алады. Шөшіңнің орнына шөшіңнің орнына студент өзі оқыса болады. Мысалы, лаушы, шиншиу, цие, шама. Бұл тапсырманың өте жақсы жері студент өздігінен диалог айту және де оған екінші студенттің қажеті жоқ. Мысалы, ол мұнда автоматты түрде екінші адаммен бірігіп екінші адамның рөлінде жаңағы диалогын оқи алады. Одан кейін барып біз жаттығуларға келеміз. Мұнда жаттығу Бұнда жаттығудың бірнеше түрі бар. Олар иероглифтардың меңгергенін тексеруге және де иероглифтарды естіп тануын тексеруге, грамматиканы тексеруге, сөздерді тексеруге, мәтінге байланысты және де жаттығулар бар. Мысалға, тин, жөн, то дыбысталуын тыңдап, мұндағы суретті таңдаңыздар. Мысалы, дыбысталуы. Мысалы, ей, дұрыс. Егер дұрыс емесін таңдасақ, онда біз мынау басылмайды. Тек қана дұрысы басылады. Бұл платформаны сіздер күнделікті сабақта қолдана аласыздар. Zoom бағдарламасымен, мысалы,
Zoom платформасы арқылы күнделікті сабақта демонстрация экран арқылы көрсетіп, осы платформаны қолдана аласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.